Құрметті халайық, өзінің бастапқы жоспары жүзеге аспай жатқан Америка мен Израиль басшылары енді Иранды қорқыта бастады. Қолынан іс келмеді ма, әлде өзі тығырыққа тірелді ма? Трамп әкімшілігі енді Иранға 48 сағаттық ультиматум жариялады. Бұл нені білдіреді? Егер де осы 48 сағаттың ішінде Иран америкалықтардың және Израильдің жалпы қойып отырған, ұсынып отырған жоспарларын, талаптарын орындамайтын болса, онда Иранның маңызды объектілері, активтері, инфрақұрылымы ораған оқтың астында қалады. Бір сөзбен айтқанда жойылады деген сөз. Ал бұл нәрсе Иранды энергетикалық және инфрақұрылымнан айыру арқылы Иранды әлсірету, бір сөзбен айтқанда Иранды келіссөзге мәжбүрлеу саясаты. Енді америкалықтардың бұл қолданып жатқан бірінші тактикасы емес. Бұған дейін америкалықтардың әлемнің түкпір-түкпірінде жүргізген неше түрлі әскери операцияларын білесіздер. Ол Ирак жері болсын, ол жаңағы Вьетнам болсын, ол жаңағы Африка, таяу шығыс елдері болсын, мына мұсылман әлемі болсын. Тіпті мына Израильдің өзі осы кезге дейін айналасында орналасқан мемлекеттерге енді білген істеп келді. Енді 48 сағаттық ультиматум нені білдіреді? Иран бұған қарсы жауап бере ма? Келісе ма? Келіссөз үстеліне отыра ма деп едік, бірақ Иран билігі өре түрегелді. Америкалықтарға ашық және қатқыл түрде жауап берді. Трамптың қойған ашық талабынан кейін Иран өкілдері америкалықтарды орнына қоятын мәлімдеме жасады. Ибрахим Азизи дейтін мына Ирандағы белгілі басшылықтағы адам мынандай мәлімдеме жасады шамамен. Иран америкалық сарбаздарды бірден тозақтың түбіне аттандырады деді. Ал бұл мәлімдеме түсінікті. Бірнеше басшы осындай мәлімдеме жасап отыр. Яғни Иран ешқандай да қорықпайды бұл соғыстан. Америкаға соғыс керек па? Онда қалағандарын береді және кері шегіну деген болмайды деген мәлімдеме жасады. Ал бұл не білдіреді? Бұл келіссөздің тығырыққа тірелгенін, Трамптың жариялаған 48 сағаттық ультиматумы іске аспағанын көрсетті. Және ирандықтар бұны айтып отыр. Тығырыққа тірелген Трамптың әрекеті деп бағалады бұл ультиматумды. Бұның да астарында үлкен саясат жатыр. Ол қалай? Трамп неге асықты? Неге 48 сағат уақыт берді? Осы кезге дейін Израиль мен америкалық әскерилердің Иранды қалай атқылап келгенін білесіздер, бірақ не себепті 48 сағаттың ішінде бұл шарттарды қабылда деп талап қойды? Неге асығып кетті америкалықтар? Егер ресурс жеткілікті болса, қару-жарағы жеткілікті болса, әскер саны жеткілікті болса, экономикасы төтеп бере алатын болса Американың, бұл соғысқа, халықаралық жағдайы төтеп бере алатын болса, онда неге асықты 48 сағат америкалықтар? Иран онсыз да құлауы мүмкін еді ғой. Сөйтсек, мәселенің түп-төркіні мынада. Естеріңізде болса, осыған дейін әлемдік ақпарат құралы New York Times'тың жазуына қарағанда, зерттеу жасайды ғой бұлар, әлемдік ақпарат құралдары. Бұлар мына Иранның, Американың, Израильдің жалпы соғыс болып жатқан елдердің халықаралық жағдайды бұлар зерттейді арнайы түрде. Бұл журналистика, бұл халықаралық журналистика, және бұның ішінде әскери журналистика да бар, қоғамдық журналистика да бар, в общем, жалпы айтқанда зерттейді бұлар. Сол мына The New York Times ақпарат агенттігі, ақпарат құралы, зерттеу жасаған кезде алғашқы жоспардың күлі көкке ұшқанын жариялады. Трамп пен Израильдің. Ол қалай? Мына Израильдің басшысы Америкаға сапары кезінде Иран режиміндегі биліктің шайқалу туралы мәлімдеме жасайды. Егер де Иранға мына америкалықтар, израильдіктер шабуыл жасайтын болса, және бірінші басшысы Аятолланы өлтіретін болса, онда ел онсыз да жұмыссыздық, жемқорлықтан күйреп отырған ел өзінен өзі бытырап басшысына қарсы шығады. Сол сәтті пайдаланып, мына сыртқы күштер Иран халқын туталақайын шығарып көтеріліске мәжбүрлейді. Яғни біреудің қолымен біреу от көсейді. Сексеуілді сексеуілге ұрып сындыру саясатын қолданады, бір сөзбен айтқанда. Алғашқыда бұл жоспар мүлтіксіз жүзеге асқандай көрінді. Ол қалай? Әли Хамини, Аятолла шабуыл кезінде өлтірілді. Оны білесіздер, Иранның көсемі, елді қаншама уақыт бойы басқарып келген Әли Хамини өлтірілді де, бірақ сценарий басқаша сипат алды. Иран ыдырап кеткен жоқ, билікті бөлшектеп бет-бетімен бытыраған жоқ, халық наразылыққа шығып режимді құлатқан жоқ,
Оның алдында ғана білесіздер, Иранда халық жұмысшы, жұмыссыздықтың, инфляцияның, заттардың қымбаттауын мысалға ала отырып, ашынған халық сол Иран билігіне көтеріліс жасаған болатын. Соның алдында ғана. Ал бірақ мына шабуылдан кейін Израильдің құрған сценарийі күл-талқан болды. Иран халқы көтерілген жоқ бұларға қарсы. Иран халқы керісінше билікті қолдап, америкалықтар мен израильдіктерді орнына қояйық деген ашық талап қойды. Сөйтіп наразылыққа шықты, билікке талап қойды. Осылайша келесі аятолла билікке келді, Әли Хаменейдің ұлы билікке келді, және ол әкесінің ұстанған саясатын жалғастыруды жөн деп тапты. Енді қараңыздар, бұл соғыс ұзаққа созыла бастады. Алғашқы жоспардың көкке ұшты. Негізінде Израильдің басшысы әкелген жоспарды, Америкаға келгенде жоспарды, бұған Трамп көніп қалғанмен, сеніп қалғанмен Израильге. Трамптың айналасында білікті генералдар бар, талай соғысты басынан өткізген, тәжірибелі, барлау қызметін жақсы білетін генералдар бар. Міне сол генералдар қарсы шыққан бұл жоспарға. Ол жоспардың орындалмайтынын айтты. Егер де Америка шабуыл жасайтын болса Иранға, бұл керісінше елді ыдыратпайды, керісінше Иран халқын жұмылған жұдырық қылып біріктіреді деп. Және олардың әскерилердің айтқан уәждемелері дейміз бе, әскерилердің айтқан сөздері дұрыс келді. Иран одан сайын біріге бастады, сыртқы күштерге қарсы тұру үшін. Енді қараңыздар, бұл жоспардың күлі көкке ұшты. Енді не істейді? Трамп бұл соғысты тезірек аяқтауға тырысады. Өйткені бар мәселенің келесі бір бөлігі Американың өз ішінде жатқан болатын. Өйткені Америкада миллиондаған халық Американың әр штатында Трамптың шексіз билігіне қарсы наразылық бастады. No Kings деген, яғни патшаға жол жоқ деген. Өйткені Американың осыған дейінгі президенттері, бұлар, білесіздер, халықпен санасуға мәжбүр болып келді. Трамп та сол президенттердің бірі. Трамп біздің көзімізге не болып көрінгенімен, бәрін дүлей күшке салып, тізеге салып шешетін адам сияқты көрінгенімен, Трамп та заңнан аттап кете алмайды. Оның кейбір қаулыларының, жарғыларының күшін сот Америкада жойып отырды. Оны білесіздер. Енді қараңыздар, мына Америкада таққа таласатын, билікке таласатын екі негізгі партия бар. Бұның біріншісі демократтар, екіншісі республикалық партия. Қазіргі кезде америкалықтардың билігінде республикалықтардың өкілі отыр. Ал демократтар қарап жатқан жоқ. Демократтардың да қолында нақты билік бар. Бұлар әрекетке көшті. Өйткені Трамптың қазіргі кезде жасап отырған өзім білемдікке салынған саясатының нәтижесін көріп отырсыздар. Трамп бұл билікке келген кезде керемет харизмасымен елді баурай алды. Бірақ ұзақ мерзімді саясатта Трамптың әкімшілігі тығырыққа тіреле бастады. Венесуэлаға жасаған операциясын Иранға жасаймыз деді, бірақ ол жүзеге аспады. Мадуроны алып кетіп тұтқындап еді, Венесуэланың үкіметі өзгеріп сала берді. Ал Иран керісінше, Иранда бір уақыттары империя болған мемлекеттер. Бұда керемет империялардың негізі қаланған. Және олар атақты Рим империясының өзін тасталқан етіп жеңген. Білесіздер, Сасанилер, Парфия империясы, Сефевилер мемлекеті Иранда билік құрған. Мына империялар Иранның ата-бабалары бір уақыттар ғой. Біз мысалы түрік қағанатын қалай дәріптейміз, алтын орданы қалай дәріптейміз, Шыңғыс ханның империясын қалай дәріптейміз, Иранда алып империяларды өмірге әкелген жер. Сондықтан Американың қабақ шытуына үнсіз қарап қала алмайды. 90 миллионға жуық халқы бар Иран америкалықтардың бұндай ультиматумына осындай жауап беріп отыр. Енді алдағы уақыттар көретін боламыз нәтижесін.